Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазір педагогтардың біліктілік санатын растайтын аттестация басталды. Аттестациядан өткеннен кейінгі әлек бізде электронды портфолио. Электронды портфолияны қалай жинақтаймыз, сол жайлы қысқаша мәлімет беріп өтейін. Электрондық портфолияны жинақтау үшін бізге Google аккаунт арқылы Google дискті ашамыз. Сол жерге біз құжаттарымызды жинақтайтын боламыз. Ұстаздың аты жөнін жазылады. Мына папкалар жинақталады. Бірінші құжаттар, екінші білім сапасы, оқыту сапасы, жетістіктер, тәжірибені жинақтау. Бұл зерттеуші және шебер ұстаздарға арналған. Құжаттарға бізде жеке куәлік, диплом, еңбек кітапшасы салынады. Еңбек кітапшасының барлығы сканерленді. Екінші папкада бізде білім сапасын саламыз, оқыту сапасын саламыз және жетістіктер. Жетістіктерде бұл жерде екі бөлім тұрады: мұғалім жетістігі және оқушы жетістігі. Бұның барлық жетістіктер сканерленіп салынатын болады.